Құрметті отандастар, сіздермен бірге Бетоник Групп компаниясының құрылтайшысы Ақанов Раджа Маратұлы. Енді өзім жайлы келетін болсам, 20 жасымнан бастап кәсіпкерлікпен айналыстым. 28 жасымда өзіміздің MLM индустриямен танысып, осы индустрияның болашағын, бағыт-бағдарын көрдім. Сол кездегі мені осы индустриядағы алып қалған бірде-бір сөз болашақта интернет магазинінің дамуы, әр зат через интернет сатылады деген сол кезде бір лозунг болды. Осы бір сөздің маңайында мен осы индустриядан кеткім келген жоқ. 2017 жылдарға дейінгі аралықта мен сетевой маркетингтің лидер болып жұмыс жасадым. Сол кездерде шетелдерге шығып жүрген кездерде басқа мемлекеттердің, сол мемлекеттер ашқан компаниялардың өзінің отанына да әкеліп жатқан кірісін, сол мемлекеттегі кәсіпкерлердің финансовый жағдайларының жақсарып жатқанын көзімен көргеннен кейін адамға ой туды, маған ой туға келді сол кезде. Ол ойымыз, неге бізде де өндіріс жоқ? Өндіріс болып, компания ашу үшін бірінші өнім шығару керек. Ал біздегі бірден бір қазір енді хромай кетіп тұрған жағдай, дамымай тұрған саланың бірі бұл денсаулық саласындағы табиғи шөптерден жасалған өнімдер. Сол 2017 жылғы идеологиямыз бүгін өзінің жалғасын тауып, 2019 жылға дейін біз өнімдерімізді халықтың арасында тестировать еттік. 2023 жылдары біз өзіміздің маркетинг саласына жақсы рекламаға бөлінетін ақшаны көбірек жасап, осы салада жүрген кәсіпкерлерді тартумен айналысты компания. Сол аралыққа дейін компания Қазақстанның бірнеше банктермен келісімшарт, картамен оплата, ақшаларын өздерінің жеке кәсіпкерлерге шығарып беру, осы салада жүйеге келтірді. Осы саланы жүйеге келтірді. Бүгінгі күнгі Бетоник Групп компаниясының кезеңдерінің, келесі бір кезеңдерінің бірі қазіргі ашылатын академиямыз. Ол академия бізге не үшін керек? Әр салада адамға білім керек, ақша табу үшін. Адамның ішкі дүниесі өзгермей, үлкен табысқа жету мүмкін емес. Сондықтан да бізде қазақта сөз бар ғой, білім беру адамнан, қабылдау адамнан дейді, қабылдату Алладан дейді. Бұны біздің ата-бабамыз айтып кеткен. Мен ойлап отырмын, сол қабылдату үшін, жүректеріміз асу үшін біздің академияның беретін ертеңгі сіздерге білімі өте керек. Сондықтан да біздің келесі кезеңіміз осы академия деңгейінде Қазақстанды біз әлемдік нарыққа өндіріс мемлекетін айландыру үшін біз производствомен айлансамыз, өндіріс ашумен айлансамыз. Ол өндірістер ертең бізді